Қайырлы күн достар, бүгін арнамда сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ ыстық тағам штрудлидің рецептісін көретін боласыздар. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен штрудлиге қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа және де тұзымызды араластырамыз. Суымызды құйып тағы да араластырамыз. Шас қасық сұйық май. Содан соң аз-аздан ұнымызды салып, қамыр елеп аламыз. Міне қамырымыз дайындап алдық. Бөлме температурасында бетін жауып тындырып қоямыз. Және де салмасын дайындау үшін фарш, содан соң дәміне қарай дәмдеуіштерін қосып араластырып аламыз. Және де жуамызды турап аламыз. Содан соң отқа табамызды қойып, сұйық майымызды құйып, жаңағы жуамызды қуырып аламыз. Содан соң үстіне үткіштен өткізілген сәбізді саламыз. Жақсылап араластырып, бұқтырып аламыз. Жақсылап жұмсарып бұқтырылып шыққан сәбізді фарштың үстіне жарты бөлігін ғана саламыз. Ал қалған жарты бөлігі қазір бізге соңында штрудли пісіру үшін қажет болатын болады. Міне салмамыз дайын. Енді кезекте қамырын жаюға кірісеміз. Ол үшін қамырды екі бөлікке бөлеміз. Жақсылап жайып аламыз. Қамырын дәл мантыға жайғандай етіп жайсаңыздар болады. Қамырын дайындап алдық. Енді салмасын жұқалап үстіне жағып шығамыз. Міне осылай дайындалады. Енді кезекте бір шетінен бастап ала отырып, қамырын орап шығамыз. Сосын бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. 2-3 сантиметрдей етіп бөлсеңіздер болады. Барлығын турап даярлап болған соң, жаңағы табада қалған сәбіздің үстіне бір кішкене картопты алып турап салып шығамыз. Және де дайындап алған қамырымызды үстіне бір тегіс қылып салып шығамыз. Содан соң үстіне жылы суымызды құйып, крышкасын жауып пісіреміз. Міне штрудли дайын, ас болсын.